Сәлем, тәтті қыз. Қалың қалай? Керемет. Керемет. Сен сондай тәттісің. Атың кім? Аида. Аида, сен өзіңнің тәтті екеніңді білесің бе? Я. Кім айтады көбінесе саған? Анам. Кім деп айтады? Кім деп еркелетеді сені? Бұдам, күнім деп еркелетеді мені. Күнге ұқсайсың, сен білесің бе? Жасың нешеде? 6-да. Оқи аласың ба сен? Я. Ата-анаңа не сыйлағың келеді? Мен анама әдемі көйлек сыйлағым келеді. Анаңа көйлек сыйлағың келеді. Әкеңе? Джинсы беретін едім сыйлыққа. О, жер сілкінгенде ең бірінші не істеу керек? Білесің бе? Не істеу керек? Жер сілкінгенде үстелдің астына тығылу керек. Сосын. Лифт болса, лифтке мінесің ба, жоқ әлде лестницамен түсесің ба? Лестницамен түсем. Неге лифтпен емес? Өйткені жер сілкінген уақытта лифті тұрып қалуы мүмкін. Дұрыс айтасың. Енді мен алайын сұрақты. Бай болғың келе ме, жоқ әлде бақытты болғың келе ме? Бақытты болғым келеді. Сені қатты ренжітсе, не істейсің? Басқа үйге барып отырып алам. Қандай үйің бар? Басқа бөлмеге дегенде. Мамаңа ренжисің бе? Шыныңды айт. Енді ренжіген кездерім бар енді. Қай жерінде ренжіген жерлерің бар? Сол ренжіген жерлеріңді айтып берші. Мысалшы, Мен айтпаймын анаңа. анам басқа біреуді мынау күшті екен жазу деп мақтағанды. Менің уже нервым ұсталыпшы. Біреуді мамаң мақтай ма сен көзіңше? Шөғін жазу күшті екен дегенде шы, мысалы күшті оқиды екен де, жазу күшті екен дегенде менің уже давлением көтеріледі. Нешеге бар? Жаным, давлениең нешеге көтеріледі өзі, білесің ба? Давление не екенін білесің ба? Иә, мама, менің жазуым одан күштірек оқимын деймін. Солай жынданып айтып кетем. Жынданып айтасың ба? Мама мен нервыма тиме деп айтпайсың ба? Айтасың ба? Қалай айтасың соны? Мама, мен нервыма тимеші деп жынданып айтам. Папаңмен ренжісіп қалған кездерің болды ма? Мысалы, біртал чупу-чуп салайын деген кезінде алып бермей қойсыз. Ол кезінде мен оған қатты ренжимін. Мысалы, хоть біртал шоколад. Енді ақша жетпей тұрған түсінем ғой, бірақ келмеймін. Басқа бөлмеге кетіп қаласың. Менде жоқ енді. Дүкенде қалай басқа бөлмеге кетіп қалам? Иә, дүкенде кетсің. Маған қандай кеңес, ақыл берер едің? Мен мысалы, мен де сен сияқты нервым ұстайды кейде. Сол кезде қандай ақыл бересің? Жасыңыз ағарып кетеді. Енді ол шын ғой, көп жындансаңыз жасыңыз ағарып кетеді. Иә, шын ғой, иә. Қартайып кетем ба? Иә. Біздің әлем одан сайын қызықты. Әдемі болу үшін не керек деп ойлайсың? Әдемі болу үшін достық керек. Адамдар бір-бірімен тату болса, ұрыспай, бір-бірін жақсы көріп, сыйластық болса, әлем әдемірек болады. Дұрыс айтасың, ең бірінші достық керек, содан кейін әрбір адам тазалыққа мән берсе, әлем біздің жалпы жер шарымыз одан да әдемі, көркейіп, әдемі болушы еді. Келесі сұрақ. Неге автобуста үлкендерге орын бермейді? Автобуста адам отырған кезінде адам өзі отырғысы келеді. Мен өзім автобусға мініп жүрмін. Маған үлкендер орын береді, ал мен айтамын, жоқ керек емес, өзіңіз отыра беріңіз деп. Мен де автобуста отырған кезде, маған үлкен кісі кірген кезде мен орын бергім келеді, бірақ мен орын берейін деп жатқан кезінде, сол мысалы үлкен кісі
Жоқ, отыра бер балақай, мен шаршап тұрған жоқпын, отыра бер дейді. Сонда мен жоқ отырыңыз, сіз менен үлкенсіз деп, мен ол кісіге орын беремін. Мен ойлаймын, қазір адамдар кішкене ашулы, ызалы, мейірімсіздеу болып бара жатыр деп. Сондықтан сен жаңағы айтпақшы орын берейін деп жатсың ғой. Сол себепті адамдар кішкене мейірімді болса, Сабырлы бол. Сабырлы болу керек, сол кезде орынды береміз. Ешкімге айтпаған құпияң бар ма дейді. Сенде бар ма? Менде құпиям, мен тек қана анам айтам құпиямды. Ал анаң айтпаған құпияң бар ма? Анаға айтпаған жоқ. Менде мысалы ешкімге айтпаған құпиям бар, оны ешкімге айтпаймын, бірақ. Енді келесі сұрақты сен ала ғой. Егер жануарлар сөйлейтін болса, олар бізге не айтушы еді? Жануарлар барлығын айтушы еді. Өзі сияқты жануарларға қалай не айтты, сонда айтуы мүмкін деп ойлаймын. Мен ойлаймын, зообақтағы жануарлар бізді босатыңдар, бізге қарап саусақ көрсетіп, бізбен суретке түсудің қажеті жоқ деп айтушы еді деп ойлайтын едім. Сені біреудің жақсы көретінін қалай білуге болады дейді? Ол біріншіден саған көмектеседі. Мысалы, сабақта қиналып отырсаң, мысалы, ананы шығаруға көмектеседі есептің, мысалы, жұмбақты. Сәлем, Нұрислам. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Нешінші сыныпта оқисың? 2-ші. Бұл бағдарламаға не үшін келгенін білетін шығарсың, Ютубқа түссін. Түсіп, Ютубта. Көрдің бе сен Ютубтан? Ұнады ма? Ол жерде балалардың сұраққа жауап бергенін көрдің ғой, ана жерін оқығанданы жауап берген. Қағаздан сұрақтарды алады, Дайынсың ба? Сен онда баста, жігітсің ғой. Анан құшақтағанда не сезінсің? Анаңның құшағы жылы ма? Жылы? Мен өзім, мысалы, анамның құшағында жылулық сезінем, махаббат сезінем. Өзімді кішкентай бөпе сезінем. Мен жақсы бала сезем. Сосын мейірімді сезем. Өміріңде кімге қалай көмектестің? Досымда біреу ұрып атқанда мен көмектескем. Мен каратеге барам, сосын олар менен қорқып кетті ана. Сен келгеннен ақ қорқып кетті ма? Ұрдың ба? Шыныңды айтшы. Шын. Ұрдың, Сосын мен де ұрды олар. Сосын поймедейліз. Біз нені дұрыс істеймін жүрміз. Біз нені дұрыс істемей жүрміз ба? Дұрыс істемейміз. Сабақты. Нұрислам, сен жақсы көретін қызың бар ма сыныпта? Ол қандай? 2 жақсы қызым бар. 2 қызды жақсы көресің ба? Мәссаған. Біреуін жақсы көруге болмай ма сонда? 2-ін алға болады. Неге? Бір адамды көрдім, 2 әйел бар. Қалай алған білмеймін. 2 қыз, біле ме сен 2 қызды ұнататынын бір-бірін? Еще білмейді. Білдіртесің, бірақ қашан айтасың? Когда 18 жасында айт. Толасын, екеуіне айтасың? 18 жас. Таныстырасың ба екеуін бір-біріне? Келсек деп ойлайсың ба екеуі? Ойлайм. Не деген уверенный жігітсің? Нені қатты армандайсың? Ал Нұрисламның арманы қандай? Машина. Өзің айдайтын ба? Жоқ әлде игрушечный болады. Әйелді армандап жүрсің. Мен екеуміз айдаймыз. Неше бала болғанды армандайсың? Көп болады. Мен мамам бір әйел 3 бала туады. Сен мамаң бірінші әйел. 6 әйел. 6 бала. 6 бала туады. 6 бала. Асырай аласың. Қиын.
қиын екен, так что ойлан. бір ай Бір ай қалды. Менің атым Қарақат, мен 4-ші сынып оқимын. Бұл бағдарламаға не үшін келгенін білесің бе? Жұлдыз болу үшін. Енді келісіп алайық, иә? Осы сұрақтардан қазір екеуміз кезектесіп аламыз, бірақ та тек қана өзің ойыңды айтасың, иә? Ал бастаймыз. 10 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің? Қалай елестетесің? Қазір нешедесің? 9-да. 9-да, 19-да. 19-да мен үлкен болам, университет, колледж бітірем. Бой жетесің, иә? Бой жетем, жұмыс істеймін. Қандай жұмыс істейсің? Өзім арманым министр болдым. Не үшін министр боласың? Саған мамаларың айта ма, папаларың айта ма? Министр, қызым министр болады дей ма? Жоқ, олай айтпайды, мен өзім іштей ойлаймын. Потому что мен досым министр туралы жақсы көреді, сосын сондайды маған айтады, мен де Не айтады? Министрлер бай, әдемі джиптарда жүреді деп айтады маған. Министрлер былай. Қандай жерлерде жүреді? Джиптерді. Джип. Джип машина айдайды, иә? Қандай жерде тұратынын айтпай ма? Қандай үйлерде? Білмеймін, тек министрлер үйінде солар отыратынын білемін. 10 жылдан кейін мен өзімді әлі елестете алмаймын. Кішкене қартаясың. Қартайма, қартайғым келмейді. Дұрыс айтасың. Енді 10 жылдан кейін мен қартаям, сен бой жетесің, е? Әкең үйіңде анаңды қалай еркелетеді? Звезда деп. Звезда деп. Неге звезда дейді? Білмеймін, звезда дей береді. Кей кездері. Ал кей кездері үйге ашуланып келеді. Кей кездері ашуланбай келеді. Ашуланған кезде кім болады? Ашуланған кезден тамақ ішеді да, сразу комнатасына барып ұйықтайды, телефон көреді. Көңілі керемет кезінде мама анаңа звезда деп айтады, көңілі жоқ кезде кім деп айтады? Сөйлемейді. Анаң кім деп айтады әкеңе? Жігітім деп. Ұйықтар алдында не ойлайсың? Ой, бұл енді керемет қой, шексіз ғой. Сен не ойлайсың? Мен ұйықтайтын кезде нәрседе тілек айтып ұйықтаймын. Мысалы... Әрқашан? Иә, әрқашан. Қандай тілек? Әдемі үйлерден үй алу ойлаймын. Тез үлкейсем ғой деп. Неге асығасың? Кішкентай болғым келмейді. Неге? Потому что мен өзім ақша тапқым келеді, өзіме үй алғым келеді. И мама папамды үй алып бергім келеді, тоже оларға бөлек. Барлығына көмектескім келеді. Неге адамдар бай және кедей болып бөлінеді? Білесің ба? Кей кездері адамдар кішкентай кезінде кішкене кедей болады, сосын олар ақшасын жинай алмай кедей болып қалады. Ал кейбіреулері кішкентай кезінен бастап ақша жинап өскенде бай болады. Кедейлер бай болайық дейді, ал байлар одан сайын бай болайық деп ойлаймын. Кедей бай болсам, бай құдай болсам дейді ғой. Байлар, олар қалай бай болды деп ойлайсың? Кішкене өскен соң олар өздері жұмыс істеп, оны копилкаға салып или каспирет дейм, сондайға салып. Дұрыс айтасың. Ал кедейлер не үшін кедей? Соны білесің бе? Кедейлер ақшасын құрта берген шығар. Кімге қатты ренжідің? Ана жолы мен ұрыс естідім мамадан, пападан, сол кезде ренжимін. Не үшін ұрыс естідің? Кейдер адашылмай қалам, телефон ойнай бергім келеді. Мама мен папа ұрысады, телефонды зарядкамен ойнама деп. Атыл кетеді деп. Дұрыс айтады. Соған ренжідің бе? Жоқ, сосын кішкене 5 минут деп ойнап алам да, сосын келеді та ұрыс береді. Сен ұялы телефонды күніне қанша уақыт ұстайсың? Ұялы телефонда менен алып қоймаса 1 сағаттай ойнаймын. Сосын ұйқым келіп кетеді.
1 сағат емес, энергиясы. сен өзің жаңа айтып тұрсың ғой, 5 минут, 5 минут деп. 5 минут деп 1 сағат ойнап алам. Әрбір ата-ана ұрсады баласынан, бірақ жаман болсын деп емес, Дәл қазір сені қатты қуанту үшін не істеу керек? Сүйеді күнің армандарын орындалады десе қатты қуанамын. Дәл қазір мені қуанту үшін хабар келсе, сіздің YouTube каналыңызда 100 000 подписчик болды, миллион просмотр, әрбір бағдарламаңыз миллион просмотрға жетті десе, мен осы жерде қатты қуанушы едім. Біз қазір қай қаладамыз? Нұрсұлтан қаласындамыз. Нұрсұлтан? Саған Астана ұнай ма, Нұрсұлтан қаласы ұнай ма? Нұрсұлтан. Не себептен? Өйткені ол жақта Астанада үйлер кішкене ұзын емес болды. Қазір Нұрсұлтан болған соң үйлерді ұзын қылды. Ұзын, үлкен болды. Әдемі. Әдем болып кетті ма? Астанада ұзын үй жоқ еді. Болған кішкене ғана, ал қазір Абу-Даби дегендер шықты. Абу-Даби дегендер шығып кетті ма? Болашақта сен министр болдың. Сол кезде Нұрсұлтан қаласын атын ауыстырамыз деген кезінде қандай есім берер едің? Ол туралы ойланбаппын, мен даже Нұрсұлтан или қайттан Астана қылып жіберемін. Қайттан Если маған сондай мүмкіндік тисе. Сол кезде адамдар қуанатын шығар. Бұрын Нұрсұлтан дегенде бүкіл жынданып жүрген. Бірақ маған тек табиғатын айтты оның үйлері. Ал Астана болғанда Нұрсұлтан өзгеріп кетсе, Нұрсұлтан Астана болып өзгеріп кетсе, Астанада қайттан ұзын жүріп өзімен өзі пайда болып кетеді. Мамаң не жұмыс істейді? Сон. Сонда жұмыс істейді ме? Мамаң жұмысына барғанда уж адамдар шулайды, ұрсады, төбелеседі кей кездері. Сен соның бәрін көрдің ба? Сәлем, сұлу қыз. Сәлеметсіз. Қалай? Жақсы. Өте керемет сұрақ екен. Егер танымайтын адам көп шоколад беріп жатса, аласың ба? Жоқ. Неге? Олар ұрлықшы болуы мүмкін. Ол потому что танымайтын аға или басқа үлкен адамдар. Танымайтын адам. Демек, барлық адам сен үшін танымайтын адам саған сыйлық сыйлайтын, ол ұрлықшы болып көрінеді ғой, Ал егер бергісі келіп тұр, мысалы, сен анаң мен әкеңмен кетіп бара жатқан кезде, немесе саябақта жүрген кезінде саған шоколад ұсынды. Өте мейірімді, жүзі мейірімді адам. Сен сонда да алмай кетіп қаласың ба? Алмай. Демек, сен өте сақсың, Мен ойлаймын, енді бұл менің ойым, әрбір адамнан ондай жамандық, ұры деп көре бермеу керек. Рас, танымайтын адамнан көп ала беруге болмайды. Егер де қасыңда анаң болса, үлкен ағаң болса, әпкең болса, қасында неге алмасқа? Бұл үлкен адам саған дәмін көр деп сыйлап жатса, олға болады ғой. Ата-аналар жоқ болса алмаймын. Қасында үлкен адам болмаса алмайсың. Ол енді дұрыс. Біз не үшін өмір сүреміз? Асырау үшін, балаларды оқу үшін. Бізге қандай заң жетпейді біздің елде, Сен қандай заң шығарар едің? Өскенде болсын, қазір болсын. Сен өзі ойыңды айтшы, Бізге кітап жазыңыздар, бізде кітаптар аз ба? Бізде жетпейді. Мектепте кітап жетпей ме? Мектепте емес, үйде. Бізде кітап аз. Неге аз? Бізде не жоқ та, кітап салатын. Сол үшін аз. Тек қана сабақ оқитын кітаптар бар. Ертегі кітаптар аз ба? Жоқ, бізде кітап, ертегі кітаптар. Ал сендердің кітапханаларында кітап бермей ме? Бізде ақшамен сатылады. Кітапты тегін берсе екен дейсің. Сен сондай заң енгізер ме едің? Иә. Әйелдер ер адамдарға қарағанда неге көп сөйлейді? Қыздар енді әдемі болғысы келіп тұр да, сол үшін сөйлей береді.
боянып тұратын жерде мына жерімді дұрыстап мына жерімді дұрыстап деп сұрай береді. Салонға барғанда ма? Иә. Мен ойлаймын, әйелдер не үшін көп сөйлейді себебі сол үшін олар әйелдер. Жарайды, Інжу, сен осы бағдарламаға келіп сұрақтарға жауап бергенің үшін рахмет айтамын. Енді бағдарламаның соңында маған қандай ақыл кеңес бересің? Сіз тышқаннан қорқасыз ба? Тышқаннан мен қорқамын. Бір кезде қорқамын или қорықпаймын. Потому что ол келе жатса, қарап қалсам қорқып кетемін. Бізде тышқан бар. Үйде ма? Иә. Онда всегда осылай память ете береміз. Мына жерге сиыр қойып, бір не алып, жіппен байлаймыз да. Ұстап аласың. Сосын тартамыз да жіпті ұстап аламыз. Кәдімгі үй жануарына айналыпты ғой тышқандар. Тастай жүреміз, сосын да